Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай көп құрамды қажет етпейтін, бір жасағанда шығатын бәліштер жасайтын боламыз, яғни булочкалар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды шағып, 1 жұмыртқамызды булочкамыздың бетіне жағуға алып қаламыз. Төменде описанияға барлығын граммен жазып қойдым, соған қарап алдын ала барлығын дайындап алыңыздар. Жұмыртқамызға сұйық майымызды құйып, қантымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Артынша ашытқымызды салып, тағы бір араластырып, үстіне сүтімізді құйып бір араластырып алып, ұнымызды барлығын бір жола салып жібермеңіздер, ақырын-ақырын 2-ге 3-ге бөліп сала отырып араластырып аламыз. Артынша қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болу керек. Бетін салапанмен немесе пленкамен жауып жақсылап жылы жерге 30 минут қашытып қоямыз. Ашып, дайын болған қамырымызды өз қалауларыңыз бойынша формалар жасаймыз. Мен осылай домалақтап, осылай жасадым. Ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Осылай жасап алғаннан кейін 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, өз қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе макс епсеңіздер болады. Қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 20 минутқа пісіріп аламыз. Осы рецепт бойынша сіздер де жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, әлі көптеген рецепттер болады.